Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Осы видеода iOS Live компаниясының артықшылықтары жайлы және компаниямыздың маркетингі туралы ақпарат беріп өтемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. iOS Live компаниясы ол Түркияның компаниясы. Түркия елінде ең алғаш жұмысын бастағанына 4,5 жыл уақыт болды. Қазақстанның нарығына ресми кіргеніне 4 ай уақыт. Яғни 2024 жылы тамыз айынан бастап жұмыс жасап келеді. Қырғызстан әрине ол стартта тұр. Аз уақыттың ішінде Қырғызстан еліне де ресми жұмысын бастайтын болады. Не үшін iOS Live? Басқа сетевой компаниялардан қандай артықшылықтары бар? Менің есімім Өмірбаева Асемай Төлегенқызы. Жалпы желілік бизнесте жүргеніме тұп-тура 20 жыл болды. Оның 19 жылдан артық уақытында мен классикалық маркетингпен жұмыс жасап келдім. Тек қана бинармен 6 ай ғана жұмыс жасадым. Бірақ қазіргі таңда екі маркетингте де жұмыс жасаған тәжірибелі маман ретінде мен саналы түрде iOS Live компаниясын таңдадым. Не үшін? Неге десеңіз, мен үшін бинар ол қазіргі таңда өте дұрыс маркетинг жолы. Яғни ешқандай атрывы жоқ. Өзіңіз тіркеген адамнан мен одан қашуым керек. Яғни ол мені қуып жетіп алса, жаңағы арадағы атрывтегі балдарды жасауым керек деген сияқты. Я болмаса статусы менен жоғарылап кетсе, мен одан ақша алмай қалам деген сияқты. Ондай минустары жоқ. Керісінше, сіз келген командаңыз сізден асып түссе де, қайта сіз одан да көбірек ақша алып бастайсыз. Енді қандай артықшылығы бар? Ең бірінші, әрине, мен бинарда көп компанияда естимін, активация жоқ деген сөзді. Бірақ мен оған қарсымын. Неге десеңіздер, кез келген компанияда товар айналымы болу керек, және сол товар айналымы айналғаны үшін компания бізге ақша төлейді. Ал активациясы жоқ деп шақырып алып, ертең оның бетіне қарап отырған, яғни ол да дұрыс емес, үнемі жаңа адамдарды іздеп жүресіз. Ал бұл жерде активация бар, және ол небәрі 12.500 теңге. Біздің өнімдер күнделікті таусылатын, адамдарға сұранысқа ие, шампунь, гель-душа, жаңағы тіс пастасы, дезодорант, коллаген, кофе деген сияқты кереметтей сапалы өнімдер. Яғни кез келген адам айына бір рет бұл өнімдерді ала алады. Және 12.500 теңгені кез келген адамның қалтасы көтереді. Екінші, статусты ешқандай қорғамайсыз. Яғни осынша айдан кейін барып, сіз осындай статус егер боласыз деген ондай жоқ. Бір рет статусқа шықтыңыз ба, мәңгі бақи сол статуста боласыз, және тек қана одан жоғарылай аласыз. Үшінші, реферальный бонус бізде 40%. Бинар бізде төртінші, ол 20%. Бірден айтамын, осы жерде әрине көп компаниядағы сияқты товар айналымынан есептелмейді, ол CV арқылы өзінің белгілі бір формуласы бар, Бесінші, өнімге деген жеңілдік 30%-ға дейін. Ол өте үлкен жеңілдік. Яғни өнімнің бағасы көп компаниямен салыстырмалы түрде өте қолжетімді. Алтыншы, деңгейлік табыс деген табысымыз бар. Яғни бұл дегеніңіз тікелей өзіңіз шақырған адамнан өмір бақи реферальный бонус аласыз. Яғни оның ай сайын жасап отырған товар айналымынан сіз 4% ақша аласыз. Жетінші, лидерлік бонус 6-шы тереңдікке дейін. Яғни бұл мэтчинг бонус. Сегізінші, 7 түрлі табыс көзі бар. 9-шы, уақытпен шектеу жоқ, яғни апгрейд пакетті көтергенде, мен осындай уақыт аралығында көтеруіңіз керек деген сияқты компания тарапынан ешқандай уақытпен шектеу жоқ. 10-шы, бинардағы қалған балыңыз күймейді, яғни 2 аяғыңыз теңескеннен кейін артып қалған балыңыз, мысалы классикадағы сияқты күйіп жанып кетпейді, ол келесі айға, одан кейінгі айға да сіз пока оны қолданғанша тұра береді. 11-ші, атрыв жоқ. Апгрейд бар, яғни заказ жасау арқылы, оны түсіндіремін, әртүрлі пакет бар, пакеттерді кез келген уақытта жоғары пакетке ауыстыра аласыз, яғни көтере аласыз. 13-ші, карьералық премиялар бар, ақшалай кереметтей премиялар бар бізде. Және де 14-ші саяхат, 15-ші автокөлік алу мүмкіндігі. Саяхат пен автокөлік бізде маркетингке енбеген, оны компания кез келген уақытта белгілі бір шарттарды қою арқылы сізді кереметтей жерлерге саяхаттауға мүмкіндік береді, я болмаса автокөлік алуға мүмкіндік береді. Ары қарай кеттік, қараңыздар, iOS Live'да 7 түрлі табыс көзі бар, Біріншіден, әрбір өнімнің CV-і бар, және әрбір өнімнің PV-і бар. Бұны бірден түсініп аласыздар. CV дегеніңіз сіздерге төленетін ақшаны есептейтін көрсеткіш, коэффициент. PV дегеніңіз сізді белгілі бір карьераға қарай көтеретін балыңыз. Яғни карьераға тек PV есептеледі, ал ақша алған кезде, премия алған кезде CV есептеледі. Қазір оны да түсіндіреміз. 7 табыс көзі. Бірінші, бөлшек саудадан түсетін табыс, яғни айырма, оны айтам. Екінші, реферальный, деңгейлік бонус, бинарлық бонус, карьералық бонус, лидерлік бонус, әлемдік товар айналымнан 1%. Оған жеке-жеке тоқталамыз. Яғни табыс бізде түрік телесімен есептеледі, аударымдар тек теңгемен жүзеге асады. Бір теленің қанша теңге екенін білгіңіз келсе, мына жерде жазылған 25 теңгені құрайды. Кез келген алғаш тіркелген партнеріміз осы тұрған 6 түрлі компанияның пакетінің бірімен бизнесін бастайды. 6 түрлі алдын ала дайындалған пакетте бар, оны да алсаңыз болады. Пакеттің құнына сәйкес кез келген өнімді өзім таңдап аламын десеңіз, олай да болады. Қараңыз, ең бірінші пакет бронза пакеті, оның құны 12.500 теңге. Күміс пакет 25.000 теңге, алтын пакет 50.000, платин пакет 100.000, платин плюс 200.000 және платин бизнес біздегі ең жоғары пакеттің құны ол 350.000 теңге.
Енді әрине мен үнемі айтамын, бизнесқа келгенде мына платиннен бастап платин плюс платин бизнеске дейінгі пакеттердің бірімен кірген абзал. Әрине бронза мен күміс пен алтынмен де кіріп апгрейд арқылы келесі мына пакеттерге де көтерілуге мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл жерде ешқандай уақытта шектеу жоқ. Дегенмен мен үнемі кеңес беремін платин плюс платин бизнеспен кіруге. Неге десеңіздер, бұл пакеттер сіздердің өнімге деген жеңілдігіңізді, сондай-ақ реферальный, бинарный бонустарыңыздың жоғары болуын қамтамасыз етеді. Яғни қараңызшы, бронза пакетінде мысалға өнімге деген жеңілдік 15% болса, платиннен жоғары 30% жеңілдік бар. Ең үлкен жеңілдіктер. Реферальный мысалға бронза пакетінде 15% болса, яғни адам шақырған кезде, жоғарғы екі пакетте мысалға қарап отырсаңыз 40%. Міне осы жердегі разницаға қарап түсіне берсеңіздер болады. Ең жоғарғы процент бинардан алатын, ол әрине платин бизнес пакетінде. Сіз 20% жаңағы бинардан табыс табасыз. Енді жаңаға айтылған 7 түрлі табыс көзіне келетін болсақ, ең біріншісі әрине бөлшек саудадан түсім. Яғни жаңа айттым, мысалға коллагеннің бағасы 41.900 болса, жеңілдікпен бағасы 30%, ол 29.330 теңге. Осыны сіз сататын болсаңыз, арадағы айырма 12.570 теңге сізде табыс болып қалтаңызда қалады. Бірақ оны осы бағада сатсаңыз да болады, 35 мыңмен сатасыз ба, 37 мыңмен сатасыз ба, ол өз құзырыңызда. Екінші реферальный бонус, яғни адамдарды шақырған кезде тікелей сол адамдар қандай да бір пакет алу барысында сіз бірден рекрутинг жасағаныңыз үшін реферальный бонус аласыз. Ол жаңағы айтқандай сіздің мына жердегі жаңағы табысыңыз неге байланысты реферальный? Сіздің алған пакетіңізге байланысты. Әрине пакет неғұрлым жоғары болғаны жақсы. Яғни бронзада сіз 15%, сереброда 20%, золотода 25%, платинда 30%, платин плюс пен платин бизнесте 40% реферальный бонус аласыздар. Мысалы айтайық, сіз ең жоғары пакеттесіз. Сол пакетпен бір адам шақырдыңыз дейік. Ол пакет 5000 CV береді. 5000 CV-ді 40%-ға көбейтеміз сіздің пакетіңізге сайынаған, және жоғарыда айтқам 25 теңге тұрады. Бір теле сол 25-ге көбейткенде, яғни ол адамнан сол моментально бірден 50 мың теңге айлық аласыз. Бір адам шақырып. Үшінші деңгейлік табыс деген бар. Деңгейлік табыстың бір кереметі, ол ең үлкен пакетте ғана алуға мүмкіндік бар. Яғни қараңызшы, мына жерде деңгейлік табыс деп тұр. Ол ең үлкен пакет жаңа платин бизнеске ғана берілетін табыс. Басқа пакеттерде міне ол табыс жоқ. Яғни ол не деген сөз? Мысалға басқа компанияда реферальный бонусты личник шақырғаныңыз үшін бір-ақ рет алсаңыз өміріңізде, мына жерде оның заказынан өмір бақи сіз 4% аласыз деген сөз. Мысалға қараңыз, сіздің шақырған адамдарыңыздың бүкіл CV 50 мың болса, оны көбейтесіз 4%-ға, көбейтесіз 25-ге, 50 мың теңге просто ай сайынғы сіздің табысыңыз. Ол мысал ретінде, ол кейін уақыт өте келе тіпті көбейіп кетеді. Келесі табыстың өзі бинарлық табыс. Ол да пакетіңізге қарай, бронзада болсаңыз 9%, сереброда 11%, золото болсаңыз 13%, платинда 15%, платин плюсте 17%, ең жоғарғы пакетте 20% бинар аласыз. Бинар деген не? Мысалға, мынау сізсіз. Сізден не бәрі екі ақ ретке тарайды. Мынау сіздің сол жағыңыз, мынау сіздің оң жағыңыз. Екі бизнес пакетпен жаңағы платин бизнес пакетпен адам шақырғаныңыз үшін моментально мына адамнан 50 мың түсті реферальный, мына адамнан 50 мың түсті реферальный. Екі жағыңызда 5 мың CV-іңіз бар. Екі CV теңге, екі жағыңыз теңескені үшін компаниядан бинар сізге 25 мың. Барлығы 125 мың теңге мына сіздің табысыңыз болады. Бинарлық табысыңыз мына жерде 25 мың теңге. Ал енді мысал ретінде ертең командаңыз екі жағыңыз кәдімгідей үлкен болып өсіп, мысалға бір жағыңыз 100 мың, бір жағыңыз 100 мың берсе, сіздің табысыңыз уже 500 мың теңге болады. Бинардан бұл мысал ретінде, одан да көбейеді Алла қаласа. Карьералық бонус деген керемет біздің маркетинг түріміз бар, жаңа маркетингтің түрі бар. Енді қараңыз, лидер команды, бұл пакет емес, бұл кәдім карьералық баспалдақпен көтерілетін сіздің нелеріңіз жаңағы статус атаулар, сапфир, рубин, изумруд, алмаз, менеджер, координатор, миллионер, президент және элит президент. Жанында сіз жасау керек балдар, PV-лар, жаңа білесіз, мен айттым, карьераға бізге PV әсер етеді, лидер болу үшін 5 мың, ары қарай 10 мың, міне қарап отырсаңыздар осылай, тек элит президент болу үшін ешқандай PV маңызды емес. Бұл жерде сіз тікелей шақырған 5 адам, ол тіпті бір қанатыңызда болсын, ол тіпті екі жақ қанатыңызға теңге бөлінсін, разница жоқ. 5 президент шығарсаңыз болды, сізге премия компаниядан 5 миллион теңге. Қараңыздаршы, мына жерде де міне әрбір статуста өзінің міне ақшалай нелер бар. Алғашқы лидер, топ лидер және сапфир деген статуста ғана сіздер ақшалай жаңағы сыйақы алмайсыздар. Рубин статусынан бастап сізге компания 25 мың, изумрудта 50 мың, алмазда 100 мың, менеджерде 200 мың, координаторда 500 мың, миллионерде 1 миллион 250 мың, президентте 2 миллион 500 мың және элит президентте 5 миллион сыйақы аласыздар. Құрылым дегені, яғни сіздің бір жағыңызда, мысалға, сіз рубин болған кезде оң жағыңызда бір лидер, сол жағыңызда бір лидер. Ары қарай жаңағы изумруд болған кезде оң жағыңызда бір топ лидер, екінші жағыңызда бір топ лидер болу керек. Бұл деген өте жеңіл. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мына балды жасағанда мына адамдар өздері сіздің командаңызда топырлап шығатын болады.
бұл карьералық бонус. Енді лидерлік бонус деген бар, мэтчинг бонус, чека десеңіз де болады, иә. Қараңыздар, сіздің шыққан статусыңызға байланысты міне алып отырасыздар. Яғни 6-шы деңгейге дейін дедім. Сіз президент статусынан бастап, уже 6-шы деңгейден бастап аласыз. Оға миллионерде 5 деңгей, координаторда 4 деңгей, менеджерде 3 деңгейге дейін, алмазда 2, изумруд, рубин, сапфирде 1-ші тікелей шақырған адамыңыздан бастайсыз. Міне осымен карьерамен көтерілген сайын сіздердің мэтчинг бонустарыңыз көтеріледі. Мэтчинг бонусты қарап отырсаңыздар, яғни ол не деген сөз? Яғни бір сөзбен айтқанда, сіз шақырған адам ертең ол да өсіп бинардан үлкен табыс тауып бастаған кезде оның тапқан табысынан компания өз қалтасынан 20%, мына жерде 15%, мына жерде 10% ақша беріп бастайды. Мынау деген өте керемет. Сондықтан да барлықтарыңызға айтарым, барынша личниктерді көбірек шақыруға тырысыңыздар, өйткені мэтчинг бонус деген өте тамаша бонус. iOS компаниясының 7-ші табыс көзі ол компаниямыздың бүкіл тауар айналымынан 1% алу мүмкіндігіңіз. Бұл жерде екі моментті қарастыруға болады. Біріншісі, егер сіз президент статусын бағындыратын болсаңыз, онда iOS Live'тың Қазақстандағы бүкіл тауар айналымынан 1% алу мүмкіндігіңіз. Ал егер де ең жоғарғы статусты бағындырсаңыз, яғни элит президент статусында болсаңыз, онда бір ғана Қазақстанның емес, бүкіл әлемдік тауар айналымынан компанияның 1% табыс алу мүмкіндігіңіз.